Бектас Сая сахнаға шақырылады. Абай Құнанбайұлы, шегіртке мен құмырсқа, шырылда оқ шегіртке, аршып жүріп ән салған, көгалды қуып гүлайттап, қызықпен жүріп жаз салған. Жазы күнгі жапырақтың бірінде тамақ, бірінде үй, жапырақ кетті, жаз кетті, күз болған соң кетті ке. Жылы жаз жоқ, тамақ жоқ, өлгеннен не пайда? Суға тоңған қардашқан, ойын қайда, ән қайда? Мұнымен тұрмады, қар көрінді, қыс болды, сауқшыл сорлы бүкшейді, тымақ қиын іс болды. Секіру қайда сүрініп, қабағын қайғы жабады. Сабатта жатып тән жиған, құмырсқаны іздеп табады. Секіріп келіп жығылды, аяғына бас ұрар. Қарағым, жылы тамақпен жас шыққан жасыра. Мұның жаным сөз емес, жаз өтерін білмеп пе? Жаным үшін не шаруа, ала жаздай қылмап пе? Мен өзіңде шаруашыл, жұмса үйреме, көгалды қуып ән салып, өлеңге қолым тиді ме? Қайтсын қолы тимепті, өлеңші, әнші есілер, ала жаздай ән салсай, селкіледі билеймін. Жарайсың, Сая. Келесі кезеңге жолдамасымен бас жүлде Бектас Сая марапатталады. Бектас Сая ерекше дайындықпен келіп, жеңіс тұғырынан көрісіп жатқан оқушыларымызға қолдау білдіріп отырыңыздар.